Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум FIFA сүйер қауым, армысыздар, арнама қош келіпсіздер. Видеомды бастамай жатып достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап жүріңіздер. Әрбір басқан лайктарыңыз бізге үлкен қолдау, жаңа видеоның шығуына себепкер болады. Және де достар, бізде лига бар, Ереке футбол деген. Осы лигаға кіріп қосылсаңыздар болады, 110 оверден жоғары болса қабылдай береміз. Басты шарт ол әрбір ходты жасап отыру турнир сайын. Жібермей ойнасаңыздар турнирге қосып отыратын боламыз. Жалпы жаңадан ашылып жатқан лига, бірге ойнасаңыздар болады бізбен. Сонымен қатар достар, бүгін бізде жаңадан арна ашылып жатыр YouTube'та. Бұл бауырымызды қолдап жүрсеңіздер болады. Dream Liga Full деген канал. Ссылкасын описанияға қалдырып кетем. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап жүріңіздер. Олай болса мен көп созбайын достар, бастайын. Кеттік. Ең алдымен достар, біз абонементке кірейік. Бұл жерден бізде 100 очко береді. Осы 100 очко арқылы біз 103 рейтингтағы Артурды аламыз. Жақсы. 100 очкомызды алдық. Енді событияға кірейік. Бұл жерден награды ПГ деген жерге кіремізді. Осы жерден достар көптен күткен Артурды алатын боламыз. 1100 очко жинадым. Алатын боламыз Артурды. Өте жақсы жартылай қорғанысқа күш беретін ойыншы. Тамаша голкаутпен бізге түсіп келе жатыр. Ливерпульға жазда келіп қосылған Артур Мело деген ойыншы. Тамаша. Жақсы ойыншы. Рейтингі де өте жоғары. Бағасы түсіп қалыпты достар, 9 миллионға дейін. Одан кейін біз мына жерде очколарымызды құртайық. Бұл жерде жетпейді бізге. Мына жерден 5500 очкомызды құртып, перенос ранга алып алайық. 3000 перенос ранганы алдық. Одан кейін ары қарай 1000 усиление навыков. Ол өте жақсы. Так, алдық. Керекті усилениялар түсті деген ойдамын. Ары қарай енді монетаға жетпейді екен бізде. Достар, мына жерден біз 1000 очко құртып пак ашып көрейік. Бұл жерден кім түседі екен? Так, бұл Мариано Диас, походу, да. Мариано Диас түсіп отыр. 98 рейтинг. Жаман емес, сонда да 10 миллион дейді да, сата алмаймау. Мына жерден достар бізге Бехэмді тегін беріп жатыр. Дайт Бехэм легенданың тегін беріп жатыр бізге. Ал енді достар, менің составыма өтейік. Бұл жерден 1-2 ауысым жасаймыз. Әрине Эрейраны ауыстыратын боламыз. Оны ауыстыранды өткен видеомда да айтқан болады ғанмын. Көрмесеңіздер көріп кетіңіздер. Артурды қоямыз орнына. Тамаша 103 рейтинг. Так, одан кейін келесі ауыстыратын ойыншы күтпеген ауысым. Бастониді ауыстырам. Әрине ол Бехэмға. Легенда тегін беріп жатыр бүгін. Рейтингі де жақсы екен. Жақсы, енді біздің орталық жартылай қорғанысымыз күшейе түсті. Бұрынғыдай емес. Бұл жерден біз енді ранг берейік. Менде ранг кімде бар? Менде Пепеде бар. Қазір. Одан бұрын Бастонидан ранг беріп алайын. Әрине Артурға береміз. Ранг қазір. Артурға 44 жетон ғана кетеді екен. 100 рейтинг болды. Бехэм өте жақсы ойыншы. Одан кейін келесі кезекте мен Пепеден берем ранг. Пепе емес, Эрейрадан берем 5-ші рангты. Қазір оны Артурға беретін боламын 5-ші рангты. 44 жетон құртамыз тоже. Өте жақсы. 104 рейтинг болды Артур. Енді 111 рейтингқа көтерілді командамыз. Енді келесі кезекте біз Артурдың статистикаларын қарасақ өте жақсы екен. 103 скорость дейді, жылдамдығы да өте жақсы. Енді достар, рынокқа кірейік. Мен бұл жерден байқап тұрғандарыңыздай сол жақ қапталдағы Уолкер Петерс деген сатып жібердім. Рейтинг өте төмен болды. Сол себеп сатып жібердім. Бағасы да көтеріліп келе жатыр екен. 2 миллион қалған едім жалпы. Енді бізге сол жақ қаптал қорғаушысы керек. Бұл жерде қазір көрейік.
Малайзияның бағасы түсіп қалыпты. Кеше 7 миллион деп тұрады. Осыны сатып алайық. Монетамыз жетіп тұр. Заявка беріп қойық. Енді қазір сатып алуын күтедіміз, достар. 2000 years later. Достар, Малайзия сатып алынды. 6 миллион алдық. Бір шамалы 5 минуттай күтуге тура келді. Ештеңе етпейді ол. Енді составыма өтейік мен. Бұл жерде қазір көреміз, рейтинг көтерілу керек. Міндетті түрде PP-ні ауыстырамыз Малайзияға. 101 рейтинг өте жақсы. Енді Малайзияға ранг беру керек PP-ден 5-ші рангты. Міне тұр екен PP 5-ші рангты береміз. Малайзияға тағы да 44 жетон ғана құртатын боламыз. Жақсы 102 рейтинг болды. Енді Малайзияның усилениясын көтеруіміз керек походу. Я сбалансированный деген 7-ші уровеньда екен. Оны көтеруіміз керек қазір. 100 монета ортайық. Жақсы. 9-ші уровеньға дейін көтеріледі. 9-ші уровеньдағы мендегі алғашқы ойыншы. Пока рефлексті көтермейміз. Я достар, міне 112 рейтинг болды. Өте тамаша. Бүгінгі шығарылымда плюс 2 рейтинг жасадық. Жалпы жаман емес деп ойлаймын бастамасы. Енді Сыгренсқа келсек, бұл жерде енді талойды ауыстыру керек. Сыгренс фул болмай тұр. Бірақ менде де максимальный Сыгренс емес. Ал достар, дәстүрден жаңылмай біз VS атакаға кіріп, бір матч тест жасап жіберейік. Көрейік енді ойыншылар қалай өздерін алаңда көрсетеді. Оның үстінде Бэхэмнің қалай ойнайтыны маған қызық болып тұр. Қарсыласымызбен біздің мүмкіндігіміз бірдей екен. Яғни деңгейлеріміз тең, деңгейлес қарсылас түсіп жатыр. Ол да Барселонаны таңдаған екен. Қазір достар загрузка болып жатыр. Ал басталды. Қарсыласымыздың рейтингі 110-да 82 Сыгренс дейді. Ал матчымыз басталды. Бастайық. Варди финтпен өтіп келіп тамаша гол соқты. Бұл жерде Бэхэм пасын өткізбей жатыр. Сака пас тағы өтпей жатыр. Гулит. Варди тамаша. Завершениясы өте жақсы. Сака бұл жерде Ланзиниге пас. Жоқ, сәтсіз болды. Варди. Соққы гол. Тамаша. Қарсыласы есептен сүрілгелді. Бұл жерде Бэхэм. Вардиге пас. Вардиға тепкізу үлгертпеді. Гулит гол. 4-4. Бұл жерде Ланзини шабуылға шығып келе жатыр екен. Әрине гол салады. Ланзини соққы гол. Достар, бұл жерде де тағы Ланзиниге момент келіп жатыр. Финтпен өтіп барып соққы жасаймыз. Қатты басып жерден. Бэхэм тамаша пас, гол. Вардидің голы. Сака бұл жақта. Сака тамаша өтті. Және подкрутка. Блок қойып үлгерді защитник. Гулит. Вардиге пас. Варди соққы гол. Және де соңғы мүмкіндік берем екен. Жоқ. Бұл да сәтсіз болды. 8-9 есебімен атылып қалдық достар. Сонда да осындай обзор болды менен кішігірім. Тағы да достар, комментарий жаза кетіңіздер. Өздеріңіздің ойларыңызды, қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, жалпы FIFA Mobile'дан. Өздеріңізге не қызық ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Сіздерден енді қолдау күтемін. WhatsApp группаға кіріңіздер. Бәрі ссылкасы описаниеде тұрады. Және де Dream League Full каналына да жазылып кетіңіздер. Оның да ссылкасы описаниеде комментарийде тұрады. Ал бүгіндікке осы. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.